Барлығыңызға сәлем достар, сендермен бірге мен Ернұр. Және де бүгін біз қалай скин қолдан жасау керектігін үйрететін боламыз. Ал ендеше кеттік. Ең бірінші бізге Skin Creator 3D деген программа керек. Оны Play Market'тен жазасыз. Play Market'ке кіреміз. Және де қазақша болсын, әйтеуір Skin Creator деп жазамыз. Ең бірінші тұрады, мен оны жазып алғанмын. Жазып алып оған кіресіз. Басында сізге рекламалар шығады, оны өткізесіз. Одан кейін мындай етеді да, кіресіз. Біреу таңдайсыз, таңдағаннан әйтеуір өзіңізге мынандай, мысалы мен мынандай таңдадым. Көзі, шашы, басқа да шаштар бар. Бірақ өздеріңізге мынау. Керек жоқ болса cancel-ды басасыз. Мынау осылай. Одан сохранитті басасыз. Ең біріншісін басасыз. Бастыңыз, өз жарып жібереді походу. Басқаннан галереяға кіріп көрейік. Все, істеліпті. Одан кейін Майнкрафтымызға кіреміз. Күтеміз, так кірсін. Міне бірақ бұл менің не қылған скинім емес. Міне өстесті, мына штесте басқа адам тұрады. Соны выберите новый скин басасыз. Міне біріншісін әйтеуір бассаңыз. Бірақ мен өзгертпеймін. Екіншісін болуы мүмкін. Сау болыңдар, сендермен бірге болған мен Ернұр. Видеоға лайк басып, каналға подписка жасауды ұмытпаңдар. Міне сендердің айтқандарыңыздай бірінші видеомызды скин қалай жасау керектігін үйреттік. Сау болыңдар. Видеоға лайк басып, каналға подписка жасауды ұмытпаңдар. Сау болыңдар.